Осыдан бір 2 жыл бұрын анам 70-ке толып, ағайынның басын қосып бір той жасадым. Сол жерде бір есте қалатын бір дүние болсын деп, анамның құрметіне «Әппақ анам» деген бір ән жазып едім. Сол әнді осында тұрған аналардың құрметіне шырқап берейін. Байлығым баға жетпес 5 күндегі, өзіңді еркелетпес ешкім мені. Дұғаңмен келем сенің аман есен, іңгәләп сәбүйінім естілгені. Дұғаңмен келем сенің аман есен, іңгәләп сәбүйінім естілгені. Ағанам әппақ анам, мінезі мақпал адам, денсаулық берсін сізге хақта қалам. Ағанам әппақ анам, бағымды жаққан адам, мақтаймын мен өзіңмен мақтан алам. Мақтаймын мен өзіңмен мақтан алам. Жүзіңнен шуақ шашқан бар жылылық, атандым ақылыңмен арлы жігіт. Үстіме кигізбедің жыртық киім, өсірдің қатарымның алды қылып. Üstüme kigizmenin şırtık giyin, өсірдің қатарымның алды қылып. Ағанам әппақ анам, мінезі мақпал адам, денсаулық берсін сізге хақта қалам. Ағанам әппақ анам, бағымды жаққан адам, мақтаймын мен өзіңмен мақтан алам. Асқар тау әкемізді тапқан адам, анашым асыл анам әппақ анам. Әппақ аналарымыз аман жүрсін. Адамдардың құрметіне. Осындайда қалтам табылмай қалады. Рахмет әже. Рахмет. Өздеріңіз алып жатқандай қуанып бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Рахмет.